Bir күні көшеде 5-6 бала жарымазын айтып жүр дейді. Сосын бір көкеміз көшеге шыққан ғой. Ей, ораза бітті ғой, неменеге жарымазын айтып жүрсіңдер десе, жаңағы әлгі балалар қарыз болып қойған үйлерге айтып жүрміз деген екен. Bir күні бір көшеде 4 кісі әңгімелесіп отыр дейді. Сол кезде бірінші кісі айтыпты, кеше менің түйемнің бір құлағын кесіп алып кетті дегенде, ал екінші кісі, иә, менің де бір түйемнің құлағын кесіп алып кетті деген екен. Сосын үшінші кісі айтыпты да, менің түйемнің 2 өркешін кесіп алып кетті дегенде, төртінші кісі айтқан екен, ол не болса да бір түйе құрастырғысы келіп жүр деген. Пышақ бар ма? Бір көкеміз әкімге барса, секретаршысы айтыпты да, бір күні бірінші күні келсе ол бос емес деген екен, екінші күні келсе жиналысты деген, үшіншісі келген жұмысқа келмеген деген екен да. Сосын жаңағы көкеміз айтыпты, сендердің бастықтарың 3 күннен кейін өледі деген екен да. Жаңағы секретаршы қорқып бастығына барып айтып берген екен да. Осындай деп, сосын жаңағы күзетшілеріне айтып барды да, тез сол жаңағы Айлық көкен шақырыңдар деп. Екеуі шай ішіп болғаннан кейін жаңағы мен секретаршыма 3 күннен кейін өледі деп хабар айтыпсыз, не үшін ол жай ма деген екен. Сосын ол жай, не, менің әкем өлерден алдын 3 күн адам таныған жоқ еді деген екен. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Bir күні анасы мен баласы шай ішіп отырып сөйтсе, баласы сұрапты, мама неге әкемнің шашы аз депті сөйтсе, әкең ақылды ғой депті, ал неге сіздің басыңызда шашыңыз көп депті, сөйтсе, тыныш отыр да тамағыңды іш депті. Это не смешно, тетя. Bir күні бір байдың туған күні болыпты. Содан кейін өзбек пен қазақты шақырып, және қалған жақындарына, қалған басқалар шақырған екен да. Сөйтіп, сол жерде байдың дастарханында қасықтардың бәрі алтын болған екен. Сөйтсе, бір өзбек алып, бір қасықты қалтасына сап қояды да. Сосын қазақ енді салайын деп жатса, оны көріп қазақ енді салайын деп жатса, басқа біреулері сол қазақпен әңгімелескісі келеді екен. Сосын қазақ бір ойлап табады да, мен сендерге фокус көрсетейін ба деп өзінің қойына бір алтын қасықты салып, өзбектің қойынан сол алтын қасықты шығарып, өзбек алтын қасықтан айырылып қалады екен. Әзірлеріңнің, анекдотларыңның бәрінде біздерді ерге тығып қоя бересің, сен? Мен шарпым ба сон? Үшеу болса болды, бірінші арыстан еп қояды, бірінші өліп кетеді. Не яманшылық көрдің біздерден, а? Тасбаққа бір кафеге үнемі барып су алады екен, бір стакан су алады екен, екінші күні барып тағы бір стакан су алады, үшінші күні барып тағы бір стакан су алады. Содан кейін үшінші күні сол сатып атқан әйел айтып, сіз суда тұрасыз ғой, не үшін су алып жатырсыз десе, тасбаққа, менің анаяқта судың ішінде үйім ағым өлтеніп жатыр депті. Bir күні бір студент қарны аш болыпты да, сосын бір кезде зоопаркты көріп жүріп, адамдардың бәрі маймылға, арыстанға булочка лақтырып отырады. Сөйтеді да, студент ойланып тұрып, ешкім жоқ кезде маймылды алып алып, өлтіріп, терісін жамылып алып, торға әдемілеп кіріп, торды есігін мықтылап жауып қояды екен. Сөйтеді да, бір кезде адамдардың бәрі булочка лақтырып, тойып алады. Сол студент сөйтеді да, бір кезде сес келіп қалады зоопаркке. Сосын не істерін білмегеннен кейін, ол мен өтірік өліп қалсам, мені алып тордан шығар деп ойлайды. Сосын өтірік өліп қалады. Сосын сол зоопаркте жұмыс істейтін адамдардың бәрі алып, арыстан жеп қойсын дейді да, сосын алып арыстанға барады. Арыстанға барғаннан кейін арыстаннан қорқып тұрған студент арыстан бет пердесін ашып, сен қай университеттен боласың депті. Достар, тырнақ қыздардың мұрны таза болады екен. Мұғалім оқушыға айтады, неге сенің ойынша үй тапсырмасын әкең орындау керек? Өйткені анамның қолы бос емес дейді. Мені ешкім түсінбейді. Неге? Өйткені ол ешкі ғой.
Таңғы асыңды іштің ба? Жігіт, таңғы асыңды іштің ба? Қыз, қайталама сөзімді. Жігіт, қайталама сөзімді. Қыз, мен сені сүйем. Жігіт, таңғы асымды іштім. Араққа той болған мас келіп, кока-кола ішіп атқан балаға, кока-кола ішпе, бүйрекке зиян депті. Достар, елестетейік, мұрты бар қыздар айран ішуге ұялады екен. Бір күні баласы қарт әжесін автобусқа отырғызады. Енді отырайын деп атса, жұрттардың бәрі әжесінің аяғына қарап күле береді. Баласы әжесінің аяғына қараса, галошы жоқ екен. Сөйтіп әжесінен галошыңыз қайда деп сұрайды. Сөйтіп осы үлкен үйге кірер кезде шешіп қойып едім дейді. Ішіп ағанда ол үш кетейін ба дейді. Әке шын өмірде мыстандар жоқ қой дейді. Әкесі анасы жаққа қарап, мен де кезінде солай ойлаған дейді. Бір күні бір қоян шұңқырға түсіп кетіп ойланып үйінде саты бар екенін есіне түсіреді де үйіне барып сатыны шұңқырға қойып мініп шығып кетеді екен. Заяц! Ты меня слышишь? Слышу. Қожанасы кілтін жоғалтып алады. Кейін оны бақшада іздеп жүргенде әйелі кілтті қайда түсіріп алған едіңіз деп сұрақ қояды. Мен түсіріп алғаным, қайда түсіргенімді білсем, олай іздеп жүрер едім депті. Молодец!